Болды Ертаяға енді осы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының жалпы өміріне, еңбегіне, оның болжамдарына, тіпті жерлеу рәсіміне қатысты ел арасында не бір алып қашпа әңгімелер бар, соның нүктесін қойып берсеңіз, қайсысы рас, қайсысы жалған дегендей. Сұрағыңыз түсіндім, орнықты сұрақ. Жалпы мынау әлеуметтік желі деген қазір өте кең қарқын дамып кетті ғой. Сол әлеуметтік желіде арасында біз де қарап отырамыз. Мәшһүр Көпейұлының өміріне байланысты, кезінде жасаған амалдарына байланысты әртүрлі алып қашқан әңгімелер жүреді. Соның бір ең көзге түсетіні, Мәшһүр Жүсіпті жерлеген кезде өсиет еткен өзін отырып жерлеу деген. Бұл енді шындыққа жанаспайтын мағлұмат. Мәшһүр Көпейұлының денесін кәдімгі мұсылманның салты бойынша жатқызып жерлеген. Жалпы бұл өзінің Мәшһүр Көпейұлы көздің тірісінде өзінің зиратын салдырған, соның үстінде мәтке бөренемен қаптатқан, астында жатқан кейбін ауыстырды. Мұсылманның шариғаттың заңы бойынша жерлеген. Тек қана бұл кісі көз тірісінде 70-40 жылын берген. Сондай өзінің құрдасы Абайділда қажы, әй Мәшһүр, біз осында еліміз ғой. Сен осы кеткенмен сені көнбейді, аруламайды деп ойладың ба? Неге бүйтіп істеп жатсың? Мына шариғатта жоқ нәрсе ғой дегенде, Абайділда досым деген, келесі жылы кім бар, кім жоқ, мен өзім осылай шештім деп, өзінің шешімімен мұсылман тарихында, жалпы әлемде мұсылман тарихында бірінші рет көз тірісінде өзіне 70-40 жылын берген адам. Бұл бір әңгіме. Тағы да мына әлеуметтік желіде кейінгі кезде көп оқып жүрміз. Мына қазақтың арасында кең тараған, әсіресе мына 2018-19 жылдары көп әңгіме шықты. Мәшһүр Жүсіптің болжамы деген. Бұл болжам 70 жыл ел дінсіз болады, 30 жыл ұры-қары билейді, содан кейін қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман болады деп. Бұл болжамды да бірден кесіп айтам. Бұл да қауесет, шындыққа жанаспайды. Неге? Өйткені Мәшһүр Көпейұлы бүкіл өміріндегі шығармашылығын 70%-на жуығын ислам дінімен байланыстырып берген. 5 уақыт намазын қаза қылдырмаған адам. 5 уақыт намаз оқыған адам, жалпы мұсылман баласы болашақты болжау, ол шайтаннан дейді. Яғни адам баласы болашақты білмейді. Тағдыр дейміз, басқа да қасиеттерді айтамыз, бірақ Алла ғана біледі. Мәшһүр Жүсіп түгіл, пайғамбарымыз алейхиссалам Мұхаммедтің өзі болашағын білмеген. Одан қалса, періштелердің ішіндегі төресі болған ібліс, шайтанның өзі болашағын білмейді. Бір минуттан кейін бұл өмірде не боларын ол білмейді. Олар білмегенде Мәшһүр Жүсіптің білуі мүмкін емес. Мәшһүр Жүсіп өзінің жеке басына қатысты ойлар, бірақ оның өзі болжам демейді. 20 жасында мына Бұхара Самарқан сапары кезінде 73 деген сүф деген Бахауаддин қожаның аузынан естіген сөзі есіне қалып, 73 секундта өлем ба деп ойлайды, өлмейді. 73 минутта өлем ба деп ойлайды, өлмейді. 73 сағатта кетем ба дейді, кетпейді. Содан кейін өлең жазады. 73-ке дейін мені балталасаң да өлмеймін, 73-тен ары қарай арбаласаң да өлмеймін. Бұл тек өз басына қатысты жазылған өлеңі, ол да болжам емес. Кейінгі зиратын қазғанда астынан не шығатынын оның бәрін біліп отырған. Енді бұлай шыққанда Мәшһүр Жүсіптің оны көпшілігіміз, енді барлығымыз көзіміз жетіп отыр. Бұл кісі жын перілердің тілін білген, сол кісілермен хабардас болған. Өйткені істеген тірлігі, өмірдегі көптеген амалдар соған сәйкес келеді. Анау кітапта шыққан, өздеріңіз оқыған шығарсыздар, немересіне перілердің күшімен тамақ ішкізгені, басқа да саласы болмасын, Мәшһүр Жүсіптің өз несі. Ал Мәшһүр Жүсіп мұсылман адам болғандықтан ешқандай болжау жасамаған. Ол кісінің қолжазбаларымыз осы ұрпақтар аударып, мына қазір ғылыми ортаға ұсынып енгізіп отырмыз. Бірде-бір ондай естелігі, бірде-бір ондай жазбасы жоқ. Енді оның шығу тарихын біз білеміз, мәшһүр танушылар. Бірақ енді көпшіліктің көзінше айта бермейміз, өздеріңізге жеке бір сұхбатта айтайық, қалай шықты, қалай пайда болды, тарихы бөлек. Бірақ ол Мәшһүр Жүсіптің өзінің болжауы емес. Енді Мәшһүр Жүсіп туралы айта бастағаннан кейін, бұл жерде енді мына сұрақтарыңыздың біреуі деп ойлаймын, сол жалғастырып айта берейін. Мәшһүр Жүсіптің ауыз әдебиетіне байланысты. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы халық ауыз әдебиетінің үлкен парасын жинақтап қалдырған. Сол кейінгі кезде мына әлеуметтік желіде неге бұл кісі 40 том жазды, бұл соншама Ленин беді деген сияқты алып қашпа әңгімелер өте көп. Бұл енді мен ойлаймын, миы таяздау, кішкене сауаты төмендеу, мәдениет төмендеу, азамат пен азаматшалардың пікірі шығар. Өйткені Ленин ол әулие емес, Ленин пайғамбар емес, оған табынатындай. Ленин 55 том жаза ма, ол оның бәрі сандырақ, шатпырақ
Мәшһүровтің қалдырған өзінің еңбегі 15-20 том болса, қалған 20-25 том бұл халық ауыз әдебиеті. Халық ауыз әдебиетін өзінің елін сүйген, жерін сүйген азамат ретінде өмір бойы, 60 жыл бойы өзінің бүкіл көз майын тауысып, осы қызметке ана өзің пайдаланған сиясының өзін құрып кетпесін, цианид, кальций деген удың өзін пайдаланып жазған. Бұл деген ұлтқа деген өзінің сондай сүйіспеншілігі, өз ұлтын жақсы көрудің үлкен бір бейнесі деймін. Біз енді қазір былайша айтқанда мемлекеттік марапат бар ғой, халыққа қаһарманы, еңбек ері деген. Сол марапаттың бәрін жинасаңыз да Мәшһүровке бере алмайсыз. Енді Мәшһүровтің өзінің марапаты ол Алладан алған, тірі кезінде, көз тірі кезінде алған марапаты ол әулие деген, оған берілген аты, яғни Алланың берген, Алланың досы деген үлкен марапат. Сондықтан енді әрине Мәшһүровті біреуден марапат аламын деп оны жинаған жоқ. Мына кейінгі ұрпақ, мына орыстың қысымымен, мынау кейін мәңгүрттеніп кетеді-ау, ұмытып қалады-ау, мынаның бәрі қалып қояды-ау, мына құймақұлақтар жоғалып, ақпақұлақтар қалатын заман келеді. Сол кезде біреуге болса біреуге пайдасы тисін деп, сол бүкіл еңбегін, өмірін сарп етті. Әйтпесе Мәшһүровтің де басқалар сияқты болыс болып, немесе тағы да бірдемеге би болып, басқа да өмірдің қызығын көріп, сол мұсылман шығыс елдерін аралап, басқа жақтан білімін жетілдіріп жүруге мүмкіндігі де жағдайы да болды. Бірақ Мәшһүров өзінің алғашқы негізгі миссиясын осы қазақ халқының рухани қазынасы, халық ауыз әдебиеті үлгілерінің, сосын сол кездегі аты аталмай жүрген ақындардың, немесе сол кезде жүрген елдің арасында жүрген Ақан Сері сияқты тұлғалардың өмірі туралы, Абылай хан, Кенесары, басқа да тұлғалардың өміріне қатысты қызықты мағлұматтар жинақтап, кейінгі ұрпаққа үлкен рухани қазына мол мұра қалдырды. Енді осы халық ауыз әдебиетін жинастыру жалпы айта кету барлық осы әңгіменің бәрін айтып отырғанда, мен тағы да осы жерде мәшһүртану мәселесі бойынша бір ауыз сөз қосқым келіп отыр. Бұл мәшһүртану мәселесі біз айтамыз кезінде Смағұл Садуақасов, Белослудов сол заманнан басталады деп. Ол кісілер кейінгі Мұхтар Әуезов болсын, басқа ғалымдар болсын, бұлар атын атап кетеді. Яғни осындай Мәшһүров, Айқап, Дала уелаты, қазақ газеттерінде мақала жариялаған, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаған деп бір-екі сөйлемді айтып кеткен азаматтар. Кейін оны антологияға кіргізген, Шайтанның саудасы, Қажым Жұмалиевтің несімен барлығы. Бірақ бұлардың барлығы бұл жалпы көлемде біз енді әдебиет ғылымында сөйтіп зерттеушілер пікір білдіріп цитат келтірген. Бірақ оның барлығы мәшһүртанушы деп айта алмаймыз. Мысалға, мәшһүртану дегенімізді алып қараған кезде ең алғашқы 2 томдық шығармалар жинағын енді дайындап шығарды. Ол Сәрсенбі Дәуітов пен Қуандық Мұхаммед Фазылұлы Мәшһүров. Қуандық Мұхаммед Фазыл Мәшһүров, Мәшһүровтің кенже ұлы Мұхаммед Фазылдан тарайтын Мұхаммед Фазылдың үлкені. Қуандық Мұхаммед Фазылұлы осы мәшһүртану ілімін Қазақстанда қалыптастырған азамат. 1975 жылдан бастап, ол мына алдыңызда отырған өзім куәмін, Хрущевті Колбиннен Брежневтен, яғни Хрущевтің кезінде бір жазылған, одан кейін Брежневтің кезінен сол Горбачевтің кезіне дейін хат жазып, Мәшһүров көпейлі қашан ақталады? Мәшһүров көпейлі еңбектері неге мектеп оқулықтарын алып тастадыңыздар? Неге кіргізбейсіздер деп кезінде қараланған, бостан-бос қараланған, о кісі өзіне емес деп сөйтіп хат жазған, сол кезден қолға алған. Сол кезде өзінің отбасына, жанұясында бізді мына 77-78 жылдан бастап біз сол мектепке бармай тұрып, мына араб жазуын үйретті. Ол кезде білесіздер, Совет үкіметі Кеңес одағының тұсында Құран, араб жазуы деген сияқты барлығы бұл тыйым болған. Соның өзінде біз үйде 5 баламыз, 5-еуімізді сол жолға бағыттады. 5-еуімізді, екеуі тарих жолында, мен шығыстанушы ретінде, екеуі әдебиетші ретінде. Біз бір жанұяда 3 ғылым докторы, 3 ғылым кандидаты тәрбиелеп өсірді. Яғни біз қазір мына мәшһүртану ілесінде біздің әкеміз Қуандық Мұхаммед Фазылдың еңбегін айрықша атап кетуіміз керек. Ол кісі сол 40 томды аударма жұмыс кезінде көз жанарынан айырылып, соңғы өмірінің 6 жылын көздің жанары көрілген жоқ. Зағипа өмір сүрді. Бірақ өлгенше Аллаға шүкір, альхамдулилля, осы күнге жеткізген мына атамның еңбегін ақтадым ғой деп, өзінің жазушылық та, ақындық та, ғалымдық та жолын айырып, енді ғылым докторы болды. 3-4 роман, повестің авторы болды кезінде. Бірақ негізгі еңбегін атасына арнады. Сондықтан бұл еңбегіне баға берілу керек деп ойлаймын қазіргі ғалымдарда. Енді Мәшһүровті қаралау деген кезде бір нәрсе еске түседі. Бұл 1951 жылы Социалистік Қазақстан газетінде Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллиннің діншіл, ұлтшыл, пантюркист Мәшһүров көпейұлы деген үлкен мақаласы жарық көреді. Орталық газет, ол кезде орталық комитеттің. Сол мақалада Мәшһүровтің бүкіл шығармашылығына тиіседі.
Әрине қазіргі заман тұрғысынан алып қарасақ, сол кезде соғысты бастан өткерген, Кеңес одағының батыры деген атағын алған, академик деген үлкен атағы бар. Мәлік Абдуллиннің басына не күн туғанын білмейміз, бірақ қазақтың ғалымдарының ішінде Мәшһүровты сынағып жазған сол кісі. Басқа ресми түрде жазып сынаған ешкім жоқ. Тіпті коммунист деп есептеген Сәбит Мұқановтың өзі Мәшһүровты жамандаған жоқ, басқасын айтпағанда. Енді біз олар жағын білмейміз, ол енді ол кісілер бәрі марқұм болып кетті, сұрайтын да уақыт жоқ. Бірақ сол қызмет бабы деп ойлаймыз, өйткені сол мақала шыққаннан кейін, біраз уақыттан кейін ол кісі сол Алматыдағы бір жоғары оқу орнының ректор қызметіне тағайындалды. Бірақ енді Алла тағала өзі келтіреді, өз уақыт өтті, Сталин де өлді, ол кісі қарсы шыққан екі патша орыстың, Николай II, Александр III, оның бәрі өтті. Ленин де өтті, Сталин де өтті, Брежнев те өтті, бәрі өтті. Қазір заман өзгеріп отыр, бірақ Мәшһүр Жүсіп міне қазақтың даласында, қазақтың кең сахарасында жатыр. Жалпы Мәшһүр Жүсіп феномені дегенімізде, Мәшһүр Жүсіптің денесі шірімеу 40 жыл көз көргендер көріп, денем бұзылмайды дейді. Бұл әлемдегі ерекше құбылыс. Неге? Ислам дінінде, христиан әлемінде, Будда әлемінде ол болмаған. Ол анау бір ертегілер, ар жақтан берген перғауындардың денесі деген бәрі болсыз, денесі шірімей сақталып тұрған тек қана Мәшһүр Жүсіп. Оған дәлел ретінде біз енді ауылдың кісілерінің енді айтқан әңгімелерінен бөлек, сол кезде 51 жылы Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшысы Жұмабай Шаяхметов өзі арнайы Алматыдан келіп, осында келіп ақсақалдарды ертіп, Мәшһүр Жүсіптің басына келіп, шам алып астына түскен. Бірінші коммунист Қазақстан социалистік республикасының. Одан бөлек коммунист жазушы Сәбит Мұқанов, ол да келіп түскен. Денесін ұстап көрген. Мына кісінің әлі іші қайтпаған екендігі сияқты сонда әңгіме. Сондықтан да ол өтірік айтты, немесе аңыз деген сияқты, немесе адам сенгісіз деген нәрсеге келмейді, ол болған нәрсе. Енді алып қашқан әңгімелер бар. Бұл кісі шөп жеген, мына тұрған жері, күннің сәулесі, оның бар тағы да бос әңгіме. Өйткені күн қай жерден түссін, құрт құмырсқа деген әрбір зиратта болады. Оны бүкіл былайша айтқанда есі дұрыс, көзі ашық азаматтардың бәрі біледі. Бірақ денесінің бұзылмауы бұл Алланың құдіреті. Сондықтан да Мәшһүр Жүсіптің әулиелігіне ешкім шегі болмау керек. Бірақ қазақтың ішінде 40 томнан аса еңбек қалдырған тағы да қазақ жоқ. Біз даже қазақ емес, түркі халықтардың арасын алып қарастырсақ, онда азамат жоқ. Біреулер ойлайды, неге 40 том? Одан да көп болуы мүмкін. Көп дүниесі қолды болды. Көп дүниесін сол кезде заманына қарай адамдар тығып алды, кейін беруге ұмытып та кеткен шығар. Сондықтан да үлкен мол мұрасы әлі біз толық ашылды деп айта алмаймыз. Бірақ осының өзі Мәшһүр Жүсіптің поэзиясының мықтылығы, Мәшһүр Жүсіптің тарихшы ретінде ешқашанда жанама қоспай, не естідім өзің айтуы бойынша, мен құлақта жазық жоқ дейді, нені естідім соны жаздым дейді. Бұл кісі сосын Алладан басқа адам баласынан патша болсын, болыс болсын, губернатор болсын, ешкімнен де ықпаған адам, сондықтан да тек қана жақсылық, шындықты жазған. Өзінің руы туралы да жаман нәрсе болса шындық жазған. Ешқашан қазақты алаламаған. Сосын біздің қазақтың ұлы тұлғалар, енді ұлы деген сөз артық болар, тұлғалар дейміз ғой. Ұлы деген тек Аллаға ғана айтылатын Аллаға ғана айтылу керек ұлы деген. Өйткені ұлы тек Алладан, қалғаны енді белгілі деп айтсақ, сол белгілі тұлғалардың ішінде Мәшһүр Жүсіптің шоқтығы бөлек. Неге? Мәшһүр Жүсіп Айқап, Далай газеттердің беті өзінің кітабында өз ұлтын сынамаған тұлға. Өз ұлтына жаманшылық ойламаған тұлға. Білген, сезген, жалқаулығы бар, басқасы бар, көре алмаушылығы бар, көп жаман қасиеттерді біліп отырған, бірақ өз ұлтын соншалықты жақсы көрген, жамандыққа қимаған тұлға. Яғни қазақ деп жүрек соққан. 1967 жылы әлі Алашорда үкіметінің Алаш қозғалысының иісі шықпаған кезде ұраным Алаш, нәсілім арғын, затым қазақ, нәсілім арғын деп ұран тастап 1907 жылы 3 кітабын шығарып Қазан қаласында. Мынау кімнің жері деген Сарыарқаның кімдікі екен дегенде орыс үкіметінің отарлау саясатын қазақтың ақын, жазушы, тарихшы, басқа да қоғам арасынан ашық сынаған адам жалғыз ғана ол Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Қалған ешқайсысы ашық сынаған жоқ. Ол тарихтың өзі куә. Егер де біреулер нетсе, шығарып қазір көрсетсін, осындай жылы мынандай газетте орыстың саясатын сынаған осындай қазақтың зиялысы бар деген. Қазақтың бірден бірі ондай сынауға жараған жоқ. Мәшһүр Жүсіп сынады. Кейін осы сынаған үшін бүкіл ресейлік жандармерияның былайша айтқанда іздеуіне түсті. Онда да мойымай, қолға түспей, аман-есен кейін сырғып өтті. Патша үкіметі құлады. Ол былайша айтқанда, ал сонымен бірге сол кезде ресейлік іздеуде болған, енді Кенесары Қасымовты білесіздер жағдайын қандай болған.
ол неден білдіреді? Ол деген сол кезде қазақтың мәшһүр жұртты соншалықты құрметтеген, жақсы көргені, орысы да қазағы да ұстап бермеген. Яғни халыққа жақын болған тұлға деп алуға болады. Сол сияқты мәшһүр жұрттың өзінің өмірін енді былай қарасаңыздар, поэзиясының өзінің үлкен ырғақтары бар, нелері бар. Мысалға біз енді қазіргі заман тұрғысында алып қарасақ, қазір бізде қоғамда не жастар тәрбиелеуде олқылықтары бар дейді. Үкімет миллиардтаған ақша шығарады, идеология жасамақшы болады. Мына жастар саясатын тәрбиелеуге дейді. Мәшһүр Жүсіптің шығармалары тұр, дайын тарих болсын, әдебиет, салт дәстүр болсын, ұлтты тәрбиелеуге, жастарды да, оқушыларды да, үлкендерді де, ұмытып қалған қазір сөйлей алмайтын, бата бере алмайтын ақсақалдар мен немерелеріне сөз етпейтін әжелердің өзіне жететін бүкіл кен байлық Мәшһүр Жүсіптің еңбектерінде. Ешқандай ештеңе ашқа шығарудың керегі жоқ. Құдайға шүкір беріліп тұр. Кезінде дөп-төкөй анау әдебиет және өнертапқыштар жасай алмаған жұмысты бір Қуандық Фазылұлы өзі жасап шықты. Қазір кім не де о десін, біз Абайдың да, Махамбеттің де өлеңдерінде әлі текстологиялық қателер бар екенін көріп жүрміз. Ол кісілердің еңбектерін зерттеп зерделеуге миллиардтаған үкімет ақша бөлді. Бірақ одан шықты ма бірдеме? Сол қалпы қалды. Өйткені өзі жоқтың көзі жоқ дейді. Артында ұрпақтар болмағаннан кейін қалай болсын солай қарайды. Мәшһүр Жүсіптің Құдайға шүкір артында ұрпағы бар, жанашыры бар. Біз басқаша қараймыз. Біз ол тек қана шындыққа сәйкес ретінде оны зерттейміз, зерделейміз. Біз сол Мәшһүр Жүсіптің 40 том еңбегін шығарып арабшадан аударып жасап жатқан кезде Махамбеттің, Абайдың сол Махамбеттің 50-60 өлеңі, Абайдың 100 өлеңі, соның текстінің мәтінінде әлі күнге шейін қателері бар. Сондықтан да дайын тұрған дүниені мына біздің жоғары жақ, біздің мына ағарту оқу министрлігі, жоғары білім министрлігі дайын тұрған, қолда барда алтынның қадірі жоқ деген қазақта сөз бар. Мәшһүр Жүсіпті бәрі тұнып тұр. Тәрбие қай жағынан болмасын. Семья, отбасын тәрбиелеу, әйел мен күйеуінің арасы қарым-қатынас, баланы тәрбиелеу. Яғни үлкен біз енді айтамыз, энциклопедист ғалым дейміз. Мәшһүр Жүсіптің өзі жеке бір академия. Енді оны зерттеу, зерделеу кезек күттірмейді. Енді әлі де зерттейді, әлі де зерттейді. Бірақ бар дүниені қазіргі уақытта пайдалану керек. Сосын енді тағы да енді айтып кететін болсақ, мына Мәшһүр Жүсіп туралы елдің арасында алып қашқан әңгімелер, жаңағы мен сіздерге айттым, бұл болжау деген жоқ. Сосын мына жерлегенде, салт дәстүрмен жерлеген, тек айтқан жазды күн ақыретін ауыстырып тұрыңдар, қыста ештеңе етпейді, жазда жылына бір рет ақыретін ауыстырып тұрған. Енді Мәшһүр Жүсіп, біз айтамыз, қазақтың қазір қазақ деген ұлтты, жалпы біздің ұлтымыздың бойына сіңген бір өте жаман қасиет, тыраштанып, шетел не дейді, Америка не дейді, Европа не дейді деген бір өте жаман бір қасиет бар. Мысалға біз ана Болон конвенциясына қол қойдық, содан мына тест деген бәлені кіргіздік, содан ұлтымыз ұтылып жатыр. Бірақ сонда да ойбай, бұл Испанияда қол қойылған, бұны орындауымыз керек дейміз. Біздің ұлтқа зиян келетін нәрсе болса, одан бас тарту керек. Ол батыс, шығыс, мұсылман елі, түркі әлемі не істейді, ойларына соны істей берсін. Мына орыс, украин соғыса ма, өздері басқа қырыла ма, ол олардың шаруасы, біздің шаруамыз да мүддеміз. Мына жаһандану дәуірінде қазақты сақтап қалу. Қазақты сақтап қалу деген бұл Мәшһүр Жүсіптің миссиясы. Қазақ ұлтын сақтап қалу. Қандай жағдай болмасын, Алладан соны тілеп өткен. Енді соны тілеп өтіп, сонша еңбек қалдырып отқанда, біз соның еңбегін насихаттауға да біздің былайша жоғары жақтағылардың шама шарқы келмей отыр. Сондықтан да егер де қазақтың болашағы қазаққа керек болса, егер де қазақтың болашағын біз жарқын көргіміз керек болса, онда Мәшһүр Жүсіптің қалдырып кеткен мұраларын жан-жақты былайша жастарға, басқа да қоғамға таратуымыз керек, бұны оқытуымыз керек. Бұның ішінде артық ауыз жоқ, қазақтың қарапайым тілімен жазылған. Өйткені жалпы әлемде, былайша айтқанда әлемде ең мына философия деген енді кейін шыққан жалған ғылым деп өз басым солай есептеймін. Олар бәрін күрделендіреді. Шындығында келгенде өмірде бәрі қарапайым. Не? Өзіңе тілемегенде өзгеге тілеме дейді. Сосын тіпті адам баласы бір нәрседен қатты ренжісе айнаға қарау керек. Адам бірінші өзіне ренжу керек. Яғни қай дінді алмасаң да, христиан дін, ислам дін, будда дін, басқа діндің бәрін айтсаң, негізгі айтатын ой не? Ақиқат. Ақиқат тек қана Алла. Ақиқат деген не? Айналып келгенде жақсылық, жамандық ойлама, өзіңе ойламағанды басқа ойламаған. Бітті, адамзатқа ешқандай басқа Әл-Фараби айтқан анандай бір қоғам, әділетті қоғам деген, оның бәленбай ана Мор дейді, Кан дейді, соның бәрі бәленбай том еңбектердің бәрі түкке тұрмайды. Неге? Адам өзін қалай жақсы көреді, сол басқаны солай жақсы көрсе, жамандық ойламасын, басқа сөз. Сонымен қоғамда тыныштық орнайды. Сол тыныштық орнау үшін мына қазақтың жалпы жаны байыз тауып, қазақ өзінің ұлт екенін сезініп, болашақта
нық болып, мысалға бай мемлекет болып өзін өзі сыйлата алсын. Жалпы бізде көп түсінікте, бізде анау қорғайды, мынау көмектеседі деген жалға түсінік бар, ешкім көмектеспейді. Оны кезінде Мәшһүров жазып кеткен, ол анау бізге анау өзбек ағайын, қырғыз ағайын деген сөздердің көбісі жай сөздер. Қазаққа тек қана қазақ көмектеседі. А қазаққа қазақ көмектесу үшін не істеу керек? Қазақ Мәшһүровтың кезінде жазып кеткен бүкіл нелеріне сәйкес, салт дәстүріне сәйкес болу керек. Енді андай ел аузындағы әңгімелер бар, жаңағы бұлт үйіріп жауын шақыратын қасиеті болған деген сонда қасиеттермен сол қайсысы рас, қайсысы рас емес? Енді Мәшһүровке қатысты ел арасында алып қашпа әңгіме көп. Енді оны бір жағын түсінетіңіздер, өздеріңіз білесіздер, блогерлерге хайп керек, тағы да танымалдылық керек. Сондықтан бір шетін есіп қалса бір өтеді. Сосын енді азаматтар да бар, осы Мәшһүровті қатты біледі екен, осыны егжей-тегжей таратады екен деп, солар енді арасында қосып жүреді. Онсыз қазақ бола ма қосып жүрмесе? Жалпы Мәшһүровтың кезінде суды тоқтататын, ағын суды тоқтататын. Сосын мына өзі тарих жазылып кеткен, тағы ел арасында кең тараған, ол көзімен көрген куәлері болған. Ауылдың шетінен өрт шығады, даланың өрті білесіздер, өте қатты жылдамдықпен келеді. Сонда ауылдың бәрі қорқып үрпиіп тұрғанда бір бала шауып келіп, Мәшһүр ата мына жақтан өрт келе жатыр, ауылдың бәрі көшейін деп жатыр, сіз ол кісі далада отырып жазуын жазып отырған. Сосын бір қағаз, парақ қағазды алады да, кішігірім бірдемесін жазады да, айда бала шап, ана тастың астына қоя сал дейді. Сол тастың астына барып шауып, ана бала қояды, түсінбейді ғой, қайтып келеді, сол жерге келгенде өрт сөнеді. Ол рас, ол кісі мына жын перінің тілін білген. Бұл енді жын перінің тілін білгені сондай қасиеті сол. Бірақ ол кісі адам емдемеген. Бір нәрсені түсіну керек. Ол кісі өмірінде адам емдемеген, дұға жасаған. Өзінің бойында мына жанақ деген күліктің әулиесі болған. Жанақ, доғал оқты жанақ дейді. Мына көзі сондай өткір болған. Кішкентай балалар қарамаған, өліп кетеді екен. Жануарларға, адамдардың көзіне қараса, адам өліп кетеді екен. Сол ана кезінде сол Мұса Шормановтар, басқа қазақтың сол кезі марғасқалар енді осы құл болды сүйіндіктің. Анау біздің атымыздан алда келе жатыр. Ат ананы жанақ дегенде атқанда сол ат құлаған мәреге жетпейді. Сосын ішінде осы бір болыс кезінде де бір ерегесіп қалған кезде бір сол адамды аттым дегенде үйіне жетіп барып өлген рас. Сол қаһарлы жанақ дейді. Доғал көзді, доғал оқты жанақ дейді. Сол жанақтың басына барып дұға жасап 10 оғын алып қайттым дейді. Сол 10 оқтың өмірімде дейді 2 оғын пайдаландым, 8-ін қалдырдым дейді. Сосын енді жанында отырған сұрағым ғой, не істейсіз соны Мәшһүр 8 оқты? Анжақ кетіп бара жатсыз ғой деген. Сонда айтқан, өзіме, зиратыма, ұрпақтарыма зәбір көрсеткендерге қарсы қолданамын. Енді ол енді символический, бірақ халық соған сенеді. Содан бөлек енді ол кісінің, бірақ адам бірден айтам, халықтың арасында адам емдеген, қазір енді басына келіп емделушілер көп. Әрине көп адамдар шипалы батыр, балалы болмаған азаматшалар бала болып көріп жатыр. Бірақ өзі ол кісі өмірінде адам емдемеген, ондай қасиеті болмаған. Қолынан кесе де емдемеген. Ана несін айтыңызшы, қиратқан қабірін? Бұл енді 1952 жылы Қазақстан Социалистік Республикасы орталық комитетінің қаулысы шығады. Жалпы бұның өзі өте ерекше жағдай. КСРО тарихында, Кеңес одағы тұсында, ешқашанда бұнда қаулы болмаған. Жалпы бұл адамзаттың тарихында болмаған нәрсе. Бір адамның бейітін бұзу деген. Енді біз мысалға сол кезде Кеңес одағының қас жаулары, мен ойлаймын, Гитлердің де бұлар былайшықанда зиратын бұзуға қаулы шығармас еді. Бірақ осы бүкіл Совет Кеңес одағында Мәшһүровтың басына келгенде бүкіл республика орталық комитет арнайы қаулы шығарып, діншіл, ұлтшыл панфиловец Мәшһүров Көпейұлы өзінің зиратында осылай ислам дінін таратумен айналысып, халықты надандыққа неге бастап отыр, оның ұлы Мұхаммед, оның ұлы Фазыл Көпеев, ол да осылай мектепте осы уағыз таратып жүр деп, оны мектептен Ленин орденін алған Мұхаммед Фазылды жұмыстан шығарып, мектептің жай ғана қараушысы қылдырып қызметтен, жоғары білімді. Сөйтіп басын, зиратын, кесенесін қиратқаны бар. 2 бөлмеден тұрған, соның ауызы 2 бөлмесін қиратқанда, сол кезде ауылдың сол бір кісі тұрып айтқан, Фазекең тұрып айтқан, енді адам кіре алмайды ғой, жата алмайды ғой, мына 2 бөлмесін тиіспеңдер, қалдырыңдар деп, сөйтіп 52 жылы қиратқан. Содан кейін бұл кісінің келіні, Тәш қызы Нұрила, ең кіші келіні, өзі көзін көрмеген, бірақ сол келін болып түскеннен бастап, сол шырақшы болып жүрген, сол
сол кезде ол кісіні Балқашқа 4 күніне қайтарып жіберген. Ат берген арбамен, ол кезде үлкен ол шик дейді былайша айтқанда, 4 күніңізге барып қайтыңыз, анау мынау елді көріп қайтыңыз, әке-шешеңізді сөйтіп алдап шығарып жіберген. Бірақ ол кісі отты болған, қайтып келгеннен кейін ауданға барып, аудан райком дейді ғой, райкомның бірінші хатшысының алдына барып, ана шалының орденін алып, мына таққан бәлелеріңді алыңдар деп, Сталин тірі кезде Ленин орденін лақтырып, сөйтіп ашуланып бұрқылдаған адам жалғыз сол кезде. Қалғандар енді жарайды, енді атамыз кешірер, үйтер. Бірақ соны бұзған адамды, соның қатысы болған адамдардың барлығы оңған жоқ. Бірінші қайла соққан адам көз жұмды. Одан кейін Малаев деген НКВД-ның бастығы кейін көше кезіп жынды болып кетті, қайыршы болып кетті. Одан кейін тағы бір қатысқан азаматтардың біреуінің немересі соңғы тұяғы Ауғанстанда қайтыс болды деген хабар бар елдің арасында. Бірақ енді бәрі нақтыланған жоқ. Бірақ сондай әңгіме бар, басын қиратуға байланысты. Енді бар ғой, атақты Майлы қожамен кездескен кезінде, одан кейін хан ұрпақтарымен кездескен деп, сол хандарға байланысты, одан кейін Бұқарды бұқар еткен деп, сондай бір ірі әңгімелер туралы кішкене айтып беріңізші. Енді Мәшһүр Көпейұлы өмірінде 3 рет алыс сапарға шыққан. Одан бөлек Қазақстанның ішінде ол кісі енді үйде отырмаған, сол көбінесе біздің мінезі қатты болған, біздің әжеміздің. Сол енді ол кісі де түсінген, ана сұрамайды екен, алған қаражатына байланысты біліп отырған ол кісінің жолдасы. Ол кісі енді кетіп бара жатқанда 1 айға 2 айға, бірақ айтпаған, шайтан жүріп қояды деп, ол кісі жалпы қайда жол жүріп барады, ешкімге айтпайды адам баласына. Ат қосшысының өзіне айтпаған. Жүре бер деген ғой, осылай тура. Шайтан біліп қояды, шайтан біліп қойса алдымызға кедергі келтіреді деп. Сондықтан да Мәшһүр көп адамдарды көрген. Саққұлақ би, анау Бөгенбайдың немересі, ол кісімен дәмдес болған, Мейрам Жайнайдаров, Ақан Сері. Жалпы сол кезде қазақтың даласында ана кім Мәди Қаракесек, Мәди Бәпиұлы. Мәди Бәпиұлы түрмеде жатқанда арнайы барған. Сол кезде бір өлең жазып берген. Солан өлеңді оққанда Мәди Бәпиұлы көзіне жас алып, мынау кім деген ғой түрмедегілер, мынау кім саған келіп тұрған? Бұл маған келіп тұрған жай адам емес, бұл қазақтың пайғамбары Мәшһүр деген ағам келіп тұр деп жағдайын бөліпті. Өйткені ана Қаракесек сол кезде ренжіген бауырларына. Енді патшаның өкіметі ғой, ол кісі кішкене сол өжеттеу болған, қарсы шыққан патша өкіметіне, сол кезде патша өкіметіне сеніп сөйтіп жатқан. Жалпы өмірінде көптеген адамдарды кестірген. Тіпті сол кездегі естеліктің біреуі бойынша екінші сапар кезінде оқуын бітірген кезде Бұқарадан қайтып келгенде, мына Түркістанға дейін сол кездегі қарилар, ишандар, осы мына Бұқарадағы өзбек ағайындары ғой енді. Сол ішінде өзбегі бар, қызылбасы бар, барлық ұстаздары шығарып салған. Сонда айтқан, бізге арқадан енді бұндай қазақ келмейді деген. Өйткені бұл кісі құймағылақ қой, бірден. Бұл кісі парсы тілінде, шағатайды да, араб тілінде сол кезде бірден үйреніп алған. Енді білесіздер атын қалай мәшһүр деп алғаны. 9 жасында бүкіл жырларды, Қозы Көрпеш, басқа да жырлар жатқа айтқан. Сол кезде Мұса Шорманның Мұсасы, ол кезде сол Дуанбасы айтқан. Мына балаға түбінде мәшһүр болады екен, тіл көз тимесін, үкі тағып қойыңдар, аты бұдан бұлай мәшһүр болсын деген. Содан мәшһүр өзінің аты Адам Жүсіп, Мәшһүр Жүсіп кеткен. Шын аты Адам Жүсіп, азан қойып шақырған аты. Ол туралы не білеміз. Одан кейін денесін нешін 21 жыл шірмегеніне байланысты бағана бір қызықты айттыңыз ғой, соны қайталап айтып беріңізші. Енді Мәшһүр Жүсіптің денесінің шірімеуіне байланысты әртүрлі әңгіме бар. Кезінде мына қазақтың зиялы мықтылары әртүрлі, енді адам болған соң әртүрлі пікірі болады. Сонда белгілі ғалымдар, бұл кісі Ибн Синаның шөбін, кітабын оққан ғой Бұқарада, Самарқандта жүргенде. Соның ана кісінің жазған неше түрлі кітап, трактаттары бар, содан шөптерді біліп, соны оқып дайындалған ғой деген бір нұсқа болды. Одан бөлек басқа да нұсқалар болды. Енді ол кезде бізде тіліміз бар, айтамыз. Біз айтамыз, сонда Абу Али ибн Сина, Авицина немесе. Өзі ішіп сол шөпті неге жатпады хотя бір-екі ай. Сондықтан да ол жерде шөп ішу, немесе бір жердің сонда бір тарихи орталығы, күннің сәулесі тік түседі деген әңгіменің бәрі бос сөз. Негізгі әңгіме бұл Алланың құдіреті. Алла тағала
сол 31 жылдар көрді. Қазақтың даласына мына орыстар еніп жатыр, Қызыл империя кіріп жатыр, НКВД-сі бар, басқасы бар, қазақ деген діннен безіп жатты. Мына молдалар өтірікші, тек мал табу үшін, ана бір өліп қалса соның есіне барады деп молдаға деген орыс империясын жасаған қолдан туылған жиіркеніші болды қазақта. Қазақтың ана сөзі бар ғой, молданың айтқан істе, істеген істеген деген. Жалпы ислам дінін таратуға негізінен кезінде Екатерина патша көп мән берген. Неге? Өйткені магометанская вера прививает подданных прислуживание деген. Яғни қарсылық білдірмейді. Яғни мына Мұхаммедтің діні, мына фитна деген, яғни патшаға қарсы шықпаңдар деген догманы ұстанады. Сондықтан бұл керек деп, кәдімгідей олар сол кезде мына татар ағайындардан, мына басқа да ұлттардан бізге қазақтар көп кіргізген. Енді бұлар кіріп алған соң қазақ емес, жаны ашымайды. Кім өлсе соның анадан тай, мынадан қошқар, мынадан не деп сөйтіп жинаған. Сосын қазақ ойлаған, молда деген бұл бәлелердің бар білетін тірлігі, бір-екі Құран оқиды екен, шариғаттан бірден айтады екен, қолыңда малыңды сыпырып алады екен. Одан кім сыйлайды? Жалпы ақшаға неге кеткен соң молдалар сыйламау сол кезде қазақтың бойында қалып қойған мінез сол кезден болған. Бұл қойшы молда дейді. Молда деген өте қиын. Мысалға Мәшһүровтің өзін бәрі молдаке дейді. Бірақ Мәшһүров молдалықпен айналыспаған. Неге? Өйткені ол кісі ойлаған. Молда дегеннің бастығы кім? Бастығы Алла Тағала. Қалған адамдардың бастығы бар. Ертең барғанда ханым болды, биім болды, анауым болды, мынауым болды. Ал молда не деп айтады? Оның бастығы төбеде Алла Тағала. Яғни Алла Тағала ертең алда барғанда олардан сұрайды. Сондықтан да ең ауыр қызмет әлемде ол молданың қызметі. Мәшһүров соған молда болмаған. Сондай немен. Сондықтан да ол кісінің денесінің шірменуіне байланысты тоқетерін айтатын болсақ, бұл тек қана Алланың құдіреті. Алла Тағала мына бүкіл қазақ мұсылмандар көрсетті. Мені жақсы көрген, мені деп жанын берген, мен деп өмір бойы жырлап өткен, менің атымды ешқашан ұмытпаған, менің сүйікті құлым, менің досым Мәшһүровтың денесін шіртпей, сендерге қазақтар көрсетем. Міне сендерге әулие бердім қазақ. Сендердің пейілдеріңе деп бергені. Бізге берген үлкен сыйы Алланың. Сөйтіп қарау керек Мәшһүровтың оны. Ал денесі шірмеу ол соның белгісі. Алланың бізге деген, қазаққа деген ерекше қыласы деп білем. Арапта жоқ, түркі халықтарында жоқ, басқа ұлттарда жоқ бұндай әулие. Қазақта өте көп болған әулие. Бірақ денесі шірмеген біреу ғана. Біз сіздер қанша әулиелерді айтасыз, ешқайсысын айта алмайсыз денесі шірмеген деп. Тек қана Мәшһүровтің денесі. Және ол ашық түрде көрсетілді, ашық түрде адамдар түсті. Сөйтіп Алла соған себепкер болды. Адамдардың көру, мына Шайахметов деген коммунистің өзі келіп түсіп көруіне Алла Тағала өзі себепкер отыр. Бұлай шақырсаңыз да келмейді ешкім ол кезде. Сондықтан да оның жауабы мен ойлаймын, сол Мәшһүровтің өзінің шынында да Аллаға шынайы берілгендігі, тақуалығы, оны сондай дәреже көтеріп, Алла Тағаланың құдіретімен оның денесі шіріген жоқ. Бұл кісі негізі қудаланған, бірақ ұсталмаған. Бұл кісі 1907 жылы мына 3 кітабы шығады. Содан цензура деген бар. 1912 жылы ғана цензураның қолы жетеді. Сол кезде оққан, енді ол кезде татарлар оқиды ғой, қазағы бар енді. Сөйтіп шыққан, сол кезде көрген 12 жылы. Егер ертерек болғанда кім біледі енді қалай болатын жағдай. 12 жылы бұл кісіні всероссийский розысққа қояды, жандармерия. Мына кітабын тартып алыңдар. Сосын Құсайыновтар баспаханасында 12 мың сом күміспен айып тағады. Ол дегеніңіз ол кезде 3 сомға 1 жыл қаласыз. Ол деген 4 мың жылқының құны. Соны Қазандағы қазағы бар, татары бар, Мәшһүров сыйлайтын азаматтар жиналып, жаңағы ағайынды Құсайыновтарға ақшасын қайтарып береді. Мына баспахана жазылмасын деп. Сол кезде Мәшһүровтың абыройы 4 мың жылқының ақшасын сол кездегі татардың, қазақтың байлар жинап берген. Мына Мәшһүровшы мына обал болды ғой, мына Құсайыновтар боштай Құсайыновқа деп соған жинап берген. Сосын іздеген. Сол кезде Мәшһүров өзі жүргенде өзінің жазбуында бар, жазады. Әкем аты жолаушы, өзім аты мүсәпір деп мына қазақ орыстың арасында жүрдік қой дейді. Сол кезде бір таңғаларлық жағдай, қазақ жарайды енді сыйлаған әулие деп орыстың өзі жеткізбеген ғой. Міне Мәшһүров біздің ауылға келді деп айтпаған. Сосын енді қазақтың даласы кең, ар жақтан бер жақ жүреді. Бірақ қазақтың даласы кең болғанмен де жандармерия деген оңай нәрсе емес, қолға алғанды түсіреді ғой. Бірақ Мәшһүров келгенде сондай жағдай бар. Бірақ ол кісі қудалады болған. Енді кейін Совет үкіметі кезде білесіздер, еңбекте 40 жылға деген оқулықта болды, кейін алып тасталды. Неге? Өйткені онда да цензура дегеннен бөлек, мына ғалымдар кейін барып түсіне бастады. Бірінші алғашқы 20 жылда Совет үкіметі өздері соғыс болды, үйтті-бүйтті, милар жетпеді. Кейін соғыстың алдында бұлар ғалымдар ми жетілді, қазақ тілін жетік біле бастады. Қарады да мынау қазақтың азаттығы туралы айтады екен, түркі халықтарының бірлігі туралы, бұл вообще дін туралы айтады екен. Бұл негізі бізге өте қауіпті бұның шығармалар деп
кедей болса да Мәшһүровтің шығармаларын алып тастады. Одан кейін деректерде жалпы бұл кісінің әйелі туралы, жары туралы көп айтылмайды да. Сіздерде қандай бір қызықты деректер бар ма? Кім болған, қандай әйел болған деген. Енді жалпы енді әйелдер дегенде ол кісінің енді қайын жұрты Айдабол елі, нағашы жұрты Айдабол. Ол кісі енді әжеміз сондай ұяң адам болған, бірақ енді ақсақалының енді сол Мәшһүровтің ыңғайына көнген. Енді ол кезде екінің бірі ондайға көне бермейді. Бұл кісілер жылдап кетеді, не айтпайды. Мысалы, сіз қазір біреу бір жаққа кетіп жатса, үйіңізде сұрайсыз, қайда барасың, қанша уақытқа деп. Ол кісі қанша бір жылға кетіп бара жатыр ма, оны айтпаған. Жалпы енді Алла тағала өзі қосып отыр ғой ол кісіге. Енді ол кісінің тек біз білетініміз сол. Енді ар жағын үйдегі балалар біледі. Мен енді кішкене ол жағын көп нетпедім, мән бермедім. Әжеміз ғой, әжеміз айтыр. Рабиғаға Шегебай, Танаш қызыл бала деп неге Құранға қосамыз оқыған кезде. Ал бұлай қалай болды, не болды, ол жағын мен үлкен қызым бар, Зере деген. Сол жақсы біледі, егер де нететін болса. Мен оны көп нете алмаймын, айта алмаймын. Болды ойда жалпы маңыздылардың бәрі. Маңыздылар бар, тағы қосымша сұрақ бар ма еді? Сұрайды, кейін қосасың ол. Жазып алғандардың бәрін айтып шықтыңыз сіз. Так, не қалды айтылмаған? Не қалды? Бәрі қысқартасың ғой, мына жаңа мылжыңдағаның бір 3 минутын алсаң жетеді ғой сендерге. 73-ге келсең дегенді айтып. Сосын сендер мен айтқаннан ше, сендер өздерің сөзімен айтыңдар. Сендерде сөзге дикция бар ғой, Мен оған ренжімеймін, мені 2 минут қалдырсаңдар да болады. Сосын мен айтқанымды өздерің сендерге как памятка сияқты болсын. Содан алып отырып, өздерің айтқандарың тіпті жақсы болады. Ана кішкене фон қойып ше. Сосын ана бір аңыз бар ғой. НКВД жандайшаптар үйіне келсе де кіре алмай кетеді екен, үйінен арыстанның дауысы шығады деген, солар рас па өтірік? Жоқ, анда рас емес, ол ана бір рет орыстар келіп болған, ол ана мына большевиктер келген кезде біреу кедейдің баласы енді солармен жүріп сол кезде қызыл ақтар келіп қалады. Ақтар келіп қалғанда анау енді келіп сол кезде бір ана аттым дегені бар, несі бар. Ондай болған көздеріне бірдеме елестетіп. Бірақ енді бір өзі қазақтардың өзі сол кезде бөлінген ғой. Сонда мына ақтардың қызылдар кетіп қалып, ақтардың қайтадан күш алғанда байлар келіп, мынау оңбаған кезінде жалаң бұт, жалаң аяқ біздің етті де қойып Мәшһүровке келген. Соны анау тығылып қалған артына келіп, Мәшһүр ата енді бірдеме қылып келсе. Сонда айтқан ғой енді өздерің ауылдарыңнан енді білмесізге салған шығар. Сосын келгенде алар жоқ, Мәшһүр бер бізге деген өктемдік жасаған ғой. Сонда айтқан ғой, торғай кеш торғай бұтаны паналайды. Сендерге бұта құрлы болмадың ба? Бар деген ғой, атын айтады, бар, қорықпа, саған ештеңе болмайды. Мен мына сүф аттым деген. Сол аттым деген анау өзінің бөлесі екен, екі көзінен айырылып қалған, оның шешесі сонда мықты адам келіп айтқан ғой, Мәшһүр, ана өзің бөлең туған. Сен өзің аттың, енді бірдеме қалдыр, екі көзінен айырылып қалды деген ғой, 8 баласы бар деген. Сонда айтқан, біреудікін қайтарам, өзімдікін қайтару қиын. Сөйтіп 3 күн 3 түн ұйықтамай дұға оқып, әзір қайтарып көзін қайтарып берген. Онда оқиға болған. Ал енді жын шайтан НКВД деген нақты жер жоқ, ақтар мен қызылдардың бір аласапыран кезінде оқиға бар. Ол ана басқа бір тағы әулие туралы әңгіме айтылған ғой, сол кезде іздегенде НКВД жын шайтан болып көрінді, қашты деген. Енді НКВД Құдайға сенбейді олар. Ол жағы қиындау болды. Болды?